Көкшетауда 80-нің сеңгіріне шыққан ата-әжелер каратэмен шұғылданады. Осыдан 1,5 ай бұрын белсенді ұзақ өмір сүру орталық жанынан ашылған үйірмеге бүгінде 50-ге жуық қария келеді. Олар спорт арқылы жүрек қан тамырлар жүйесін жақсартып, бұлшықет пен буындарын шынықтыруда. Каратэ үйірмесі ашылған күннен үзбей қатысып жүрген жандардың бірі Александра Кәрімжанова. 80-ге аяқ басқан кейуана жас ұлғайған сайын қимыл қажет. Денсаулығымды нығайту үшін спортпен шұғылданамын дейді. Әжей орталықта каратэдан басқа тағы бірнеше үйірмеге қатысады. Менің давлением болған, учетта тұратын, қазір басым ауырмайды, бәрі жақсы. Тізе, буын нелер ауырады ғой, кәргісінікі жоқ, ондай ауырмайым. 3-4 этажға свободно мініп түселем. Маған өте ұнады. Есет Ахметжановтың жасы 82-де. Каратэға келгелі 3 келі салмақ тастаған. Қазір тынысы жақсарып, өзін сергек сезінетінін айтады. Осы каратэге келгенімізге өте тамаша. Денімізге саулық, аяғымыз бәрі жақсы, демалымыз тоже жақсы. Көңіл күйіміз де жақсы. Өте көп дос таптық, бәрін көбі ауылдан келгендер, көшіп келгендер бәрі күшті бұрын көз көргендер бар ішінде жақсы. Дегенмен бізге өте ыңғайлы, өте жақсы. Үйде отырып диванда охрана еткенше мына жерге келіп көңіл бөлгеніміз жақсы. Каратэ үйірмесінің жетекшісі Меруерт Сейтқалиева үлкен кісілердің жауапкершілігі өте жоғары. Жаттығуды босатпай, бар ынта-жігермен қатысады. Олардың талпынысы, өмірге деген құштарлығы біз үшін үлкен мотивация дейді. Осы 1,5 айдың ішінде өте жақсы нәтижеге шықтық. Әжелер, аталар бірінші келгенде айтатын, мен тізем ауыратын деп, белім ауыратын деп. Қазір 1,5 айдан кейін өте жақсы жұмыс істеп, өте жақсы қазіргі таңда айтатын, менде ауруы азайыпты. Көкшетаудағы белсенді ұзақ өмір сүру орталығында 16 үйірме жұмыс істеп тұр. Орталыққа зейнет жасындағы 1000-нан аса адам келеді. Мұнда әр зейнеткер шамамен 3 үйірмеге қатысуда. Орталықта осыдан 1 ай бұрын домбыра үйірмесі ашылған. Қазақтың ұлттық аспабын үйренем деушілер өте көп. Мен осында ашылғалы келіп жүрмін. Сонысы домбыра кружоғы ашылды. Домбыра кружоғына қатысып, бір айдан асты, осында үйреніп жатырмыз. Біздің мұғаліміміз Кенжебай Мұқушев. Жақсы үйретеді ол кісі. Мен бұрын домбыра тартпағанмын. Осы қызығушылық енді сол кісі айтқанда домбыра кружогын ашам, келесіздер ме деп айтқасын, сосы осылай қатысып жатырмын. Енді бұрын жас кезімізде ойнауға енді жағдай болмады, мүмкіншілік болмады. Өйткені елде домбыра үйрететін кружок болған жоқ, біз ауылда болдық. Сосы қалаға келдік, оқуға келдік, солай жұмыспен, балаларды оқытумен жүріп қалдық. Енді қазір өзіміз пенсияға шыққасын, зейнеткерлік осылай ашылып атқасын, осы орталық соған қатысып, осы кружокта домбыра ойнауда жүрмін. Пенсияға шыққасын, өмірімде жасамағанға қолым босап, өзім 9 құмалаққа барып, осы домбыраға келгеніме 2 апта, 3 апта ғана болды. Жаңа мен тәй-тәй жаңа үйреніп жүрмін. Жұмыс істегенде жас кезімізде қолымыз тимей, бала өсіріп, мұшамыз болмағанды енді бір екінші өмір басталған секілді бір өте бақытты адамбыз біз. Жақында белсенді ұзақ өмір орталығына халықаралық 3-ші жас университеттері қауымдастығының президенті Франсуа Велас және Братислава экономикалық университеті күміс жас орталығының директоры Янка Сибера Кладецка арнайы келді. Қазақстанға күміс университеттерін дамыту мәселесі бойынша іс-сапармен келген шетелдік сарапшылар орталықтың қызметімен танысып, оның жұмысына жоғары баға берді. Тяжелый для меня.
Thank you. Merci beaucoup. Merci. Франсуа Веллас орталықтың жұмысы аймақ тұрғындары үшін әлеуметтік маңызы зор екенін атап өтті. Сондай-ақ ол орталықтағы қатысушылардың белсенділігі мен олардың өмір сапасын арттыруға бағытталған шаралармен танысып, алған әсерлерімен бөлісті. The main purpose is to Қазақстанға келуінің басты мақсаты өмірі бойы оқытуды дамыту, кез келген азаматқа білім алу қолжетімді болу үшін және осы бағытты қолдау мақсатында келдім. Қазақстанның салт дәстүрлерін бұрын білмесем де, бұл жолы өте көп әсер алып жатырмын. Осы орталыққа келгеннен бері ұйымдастырылып жатқан іс-шараларға көңілім толып отыр. Бұл мені қуантады. Бұл Қазақстанға екінші рет келуім. Көкшетау қаласының тұрғындары бақытты өмір сүріп жатыр деп ойлаймын. Қаланың инфрақұрылымы өте керемет. Осында тұратын әр адамның бақытты екеніне сенімдімін. Баршаңызға алғысымды білдіремін. Сапарымыз ойдағыдай өтіп жатыр. Белсенді ұзақ өмір орталығы Көкшетауда наурыз айында ашылды. Айта кетейік, ашылу рәсіміне Франсуа Веллас онлайн форматта қосылып, құттықтауын жеткізген еді. Бар болғаны 7 ай ішінде орталық айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізіп, белсенді жұмыс нәтижесін көрсетіп үлгерді. Шетелден келген меймандар жоғары бағалады дейді орталық директоры. Өйткені мұндай орталықтар енді әлемде жаңа ашылып жатқанмен, бұл Қазақстанда енді жаңа ғана қосылып жатырмыз әлемдік үрдіске. Қазірдің өзінде міне 1200-ден артық адам тіркелді, оның ішінде 900 адам күнделікті келіп жатыр. Біз енді әзірге бірінші қабатында ғана жұмыс істеп жатырмыз. Бірінші қабаттың өзі енді мынау талап бойынша 150 адамға күніне шектелген, 150 адам. Бірақ бізде қазір 150 емес, 350-300 адам келіп жатыр. Сондықтан да екі есе біз қабылдап жатырмыз. енді ол келген адамдардың өтінішін жаңағы қанағаттандыру керек, олардың уәжін жаңағы орындау керек деген сияқты мәселе ғой. Қазір орталықта 14 ұйым бар. Мәртебелі меймандар әр ұйымның өзіндік ерекшелігі бар екенін атап өтті. Әсіресе қолөнер бағытындағы ұйымның жұмысы олардың ерекше қызығушылығын тудырды. Бұдан бөлек орталыққа келушілердің қолмен жасалған ұлттық нақыштағы бұйымдар қонақтарға сыйға тартылып, қазақ халқының қонақжайлылығы паш етілді.